Сәлеметсіздер ме балалар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен әдебиеттік оқу 2 сынып 99 сабақ. Сабақтың тақырыбы демалыста жайлауда. Балалар, сабақты соңына дейін қарап, лайк басып, подписка кнопкасын басып қойыңыздар. Ендеше бізге берілген тапсырма. Ал балалар, бүгінгі сабақта өлеңге сүйеніп оқиғаны болжайсың, жалғастырып айтасың. Бірінші тапсырма: жайлауда болып көрдің бе? Жайлау туралы әңгімеле. Жайлау. Бір жылда 4 маусым болса, көшпенді қазақ халқы малдың қамын ойлап, осы 4 мезгілдің түрлі ауа райын еске отырып, қоныстарын ауыстырып, оларды көктеу, жайлау, күзеу, қыстау деп атаған. Әдетте жаз айларын маусым, шілде, тамыз жайлауда өткізетін болған. Жайлау дегеніміз жазғы қоныс. Көбінесе жайлау ретінде жайылымы жақсы, шөбі шүйгін, суы әрі мол, әрі тұнық, салқын ауалы жерлер таңдалған. Ал олар тау баурайларында болған. Сол себепті жазда тауға қарай қоныс аударатын болған. Ал балалар, келесі екінші тапсырма: өлеңді түсініп оқы. Демалыста жайлауда. Демалыста жайлауда жүрдік інім екеуміз. Мезгілді тек ойнауда өткізбедік бекер біз. Талай өлең жатталды, талай кітап оқылды. Еңбегіміз ақталды, толтырылған соң ол қана. Сонда да інім мін тақты, менен көріп барлығын. Тап деп қызық кітапты қиғылықты салды інім. Үлкен бір кітап табайын, маған ерте жүр дедім. Қызықтың саған талайын көрсетейін бе дедім. Жаңа орман ну көрдік, жал толқынға жармастық. Қызыл-жасыл гүлдерді құзға өрмелеп тау астық. Күнбағысты баптадық, бұлбұл үнін тыңдадық. Жер асылып ақталып, аралаудан тынбадық. Табиғаттың кітабын алуан сырлы осындай. Оқыған сайын отанын ыстық тартар осылай. Мұзафар Әлімбай. Балалар, сабаққа тіркеліп, лайк басып, подписка кнопкасын басып отырыңыздар. Ал келесі үшінші тапсырма: өлеңге сүйеніп ақын ойын жалғастырып әңгімелендір. Бірінші: жаңа орман ну көрдік, не көрдік. Екінші: жал толқынға жармастық, оқиға ойластыр, не көрдік. Жайлау. Біз жазғы демалыста жайлауға бардық. Жайлауда көл бар, көлдің толқындары қатты. Күнде көлге барып шомылдық, балық ауладық. Қызыл-жасыл гүлдерді сипатта. Жайлаудың гүлдері өте әдемі, хош иісті, жұпар иіс шашып тұрады, алуан түрлі. Құзға өрмелеп тау астық сипатта. Жайлаудағы жылқылар әдемі, қоңыр, қайратты. Бесінші: бұлбұл үнін тыңдадық. Қалайша? Оқиған жалғастыр. Жайлаудың жанында ну орман бар. Орман өте әдемі, ішінде алуан түрлі құстар көп. Жанынан өткенде бұлбұлдың дауысын естуге болады. Дауысы өте жағымды. Балалар, сабақ ұнап жатса, лайк басып, подписка кнопкасын басып отырыңыздар. Ал балалар, осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.